Заңғар қаттаманы ұнады ма? Ja, өте. Міне қараңыздар. Қандай жұмсақ өзі. Кейінгілерін күйдірмей пісіруге тырыстым. Бірақ бізде мына жақта біреу күйіп қалды аздап. Міне. Қалғандары өте дәмді. Ыстықтай ұсынсаңыздар тіпті керемет. Кеше бізде жұмсақ, үлпілдек, қатпарлы қаттама нанымызды дайындауды бастайық. Міне осындай жұмсақ қамырымызды жұқа етіп жайып аламыз. Жалпы қаттама нанға өте жұқа етіп жайған дұрыс. Ал қамырымызды біз әдеттегідей татымына қарай тұз салып, жұмсақ қамыр етіп илейміз. Қамырымыз өте жұқа болуы керек, сонда барынша қатпарлы, әдемі болып шығады. Менде мына жерде аздап қалыңдау сияқты, тағы да жайып шығайын. Міне шамамен осылай бұдан да жұқа етсеңіз тіптен жақсы. Дайын жайылған қамырымызға біз май жағамыз. Майды жалпы бөлме температурасында емес, одан да ерітіп жаққан дұрыс. Сонда ол барлық қамырымызды қамти отырып біркелкі жағылатын болады. Рецепт өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дайын болған қамырымызды осылай ұзынша етіп кесіп аламыз. Жалпы қаттама нанды сковородкаға да немесе әсел пеште де пісірсе де болады. Ал мына мен ұсынғалы отырған рецепті қаттама нанды газ пешіне, яғни сковородкаға салып пісіре бересіздер. Жайып алғаннан кейін майды жағып, кесіп, осылай орап шығамыз. Ешқандай да қиын емес. Тек осы сәтті мұқият қарап отырсаңыздар болды. Міне, жайып алғаннан кейін осылай орап және осындай домалақ күлше жасаймыз. Барлық қамырымызды солай дайындап аламыз. Жалпақ болып кетсе, ол да проблема емес, осылай екі қабаттап істесеңіздер де болады. Жалпы бір нәрсе істерде еш нәрсені қиындатпай, рецепті қиындатпай жасағанды ұнатамын. Менің рецепттерімді білесіздер, өте оңай, ешқандай да бір бөтен қосымша қоспалар жоқ, күнделікті үйде пайдаланатын ұн, тұз, ашытқы, сондай заттарды пайдаланып дайындаймын. Тек менің рецепттерімді бір сәтін жібермей мұқият қарап отырсаңыздар болды. Осылай барлығына май жаққаннан кейін орап аламыз. Осындай домалақ біздің күлшелеріміз дайын. Енді осы күлшенің біреуін алып, жұқа етіп тағы да жайып шығамыз. Яғни сіздің бұл күлшенің размері сізде қандай сковородка, мысалы кішілеу болса, кіші етіп, үлкендеу сковородка болса, өзіңіз сол сковородканың көлеміне қарай жая берсеңіз болады. Қатты жұқа етіп жаюдың керегі жоқ. Онда біздің қаттама нандарымыз қатпарлы емес, онда жұқа нан күлше сияқты болып қалады. Қызып тұрған сковородкаға салып пісіріп аламыз. Міне осылай мен жаңа бірінші бетін пісірдім қызартып, екінші беті де осылай қызарып піседі. Менде осы істеп бітем дегенше, міне мен кішкентай қызым келіп қалды. Енді осы жерде айта кетейін сіздерге. Жаңа барлықтарыңызда сұрақ болуы мүмкін. Қандай май қолдандың, сен соны көрсетпедің ғой деген. Ол жерде мен ешқандай құпия емес, ол күнделікті мен көбінесе самсаға, сондай қаттама нанға пайдаланамын. Ол сорпаның майы. Әлбетте бізде алда қыс келе жатыр, соғымның уақыты, ет өте майлы болады, сол сорпаның бетіне қалқып шығады. Енді ол майды біз ысырап қылмаймыз ешқандайда, қалқып, артық мөлшердегі қажет емес, сол сәтте етке қажет емес деген майды қалқып, бөлек бір ыдысқа құйып аламыз. Соны өз қалауымызша осылай қаттама нанға да, самсаға да пайдалана береміз. Енді сіздерде тағы да сұрақ туындауы мүмкін. Мен оны балаларым жемейді ғой, біз ондай майды пайдаланбаймыз, маргарин қолдансам, сары май қолдансам бола ма деген. Я, әрине болады, бірақ сіздің күнделікті мысалы кафелерге, ресторандарға барғандағы самсаны жейсіздер ғой, сол кезде көбінесе осы майды пайдаланады. Сондықтан
бір рет болсын істеп көріңіз, және сіз міндетті түрде маған рахмет айтатын боласыз. Себебі ол маймен дайындалған қаттаманан самса, басқа да тағамдарыңыз өте дәмді болып шығады. Қыздар, қараңыздаршы, мен сіздерге біраз май туралы ақпарат айтамын деп осылай күйіп кетті. Мына беті әдемі болып шықты. Енді бұл күйген жағдайда біз жай ғана осы күйген қабатты қырып тастай аламыз. Ешқандай да ысырап қылудың керегі жоқ. Мен сосын араға біраз уақыт салып, видео салып тұрмын ғой. Оның бірден бір себебі осы қыз. Бұл қызбен белгілі бір уақыттарда ешқандай тірлік істеу мүмкін болмай қалды. Алла бұйыртса, енді осы видео салуды қолға алып жатырмын. Сондықтан менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Біз қызымыз екеуміз сіздерге рахмет айтамыз. Ал сіздерге ас болсын.